Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жаңаша рецептпен бөлісетін боламын. Бұл тамақта көріп тұрғандарыңызды ет не болмаса тауық еті деп ойласаңыздар адасасыздар. Біз дәл осылай көктемдегі жаңбырдан кейінгі шыққан осылай саңырауқұлақтардан өте дәмді тамақ жасайтын боламыз. Сіздер қалай жасайсыздар? Өз рецептеріңізден бөлісіңіздер. Мен алдымен саңырауқұлақтарды 3-4 қайтара жуып алып, таза су құйып, 1 сағаттай уақыт қайнатып пісіріп аламын. Пісіріп алғаннан кейін тақтайға осылай қойып, барлығын видеодағыдай етіп турап аласыздар. Барлығын турап дайындап алғаннан кейін қазанымызға май құйып қыздыртып аламыз. Сол қызған майымыз үстіне жаңағы саңырауқұлақтарымызды салып, қызартып қуыратын боламыз. Дәл ет тәрізді етіп қуырылады. Дәмі де еттің дәмінен мүлдем басқаша емес. Дәл ет дәмі келетіндей өте тойымды болады. Дәл осылай қызартып қуыратын боламыз. Достар, саңырауқұлақ сіздерге ұнайды ма? Ұнайтын болса, осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Осылайша саңырауқұлақтарымызды қуырып алғаннан кейін оның үстінен пиязымызды салып, оны да әрі қарап қызартып қуыратын боламыз. Біраз уақыт қуырып алғаннан кейін картоптарымызды дәл видеодағыдай етіп турап, үстінен картоптарымызды саламыз. Өз қалауларыңыз бойынша сәбіз де қоссаңыздар болады. Мен сәбізді үйде көбісі жей бермегеннен кейін тек картоп қостым. Дәл осы картопты салып, барлығын жақсылап араластырып, тағы да біраз уақыт қуыратын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Саңырауқұлағын ұнатпаймын десеңіздер де, картоптарын жесеңіздер де саңырауқұлақтың дәмі сіңеді, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің үйдің сүйікті астарының бірі. Дәл осылай татымына қарай тұзымызды салып, тағы да әрі қарап араластырып қосқап алатын боламыз. Ешқандай да су құймай пісіретін боламыз. Сонда өз дәмімен пісетін болады достар. Жабысып не қалады деп ойламаңыздар. Майын бір шөмішей май құйсаңыздар жеткілікті. Осылайша барлығын араластырып, саңырауқұлақ қуырғанда негізі саңырауқұлақ көп, картоптың азғана қосу керек. Менде саңырауқұлақ азғантай болғаннан кейін осылай картопты кішкене көптеу қостым. Осылайша қақпағын жауып, орташа оттан төмен отқа қойып, баяу отта жаймеңдеп пісіретін боламыз. Арасында қозғап тұрамыз. Бізде дәл осылай тамағымыз пісіп шығады достар. Дәмі өте енді керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздер де ұнатасыздар ма саңырауқұлақтарда? Мен алдын ұнатпаушы едім, бір рет жасап жеп көргеннен кейін маған қатты ұнайтын болды. Егер рецептім пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.